Qissa KZ ұсынады. Тағы бір сұрақ, мынау іштәрет алу мәселесінде, іштәрет алу дәреттің жалпы мынау әжетханадан басталатыны, өйткені адам болған екен әжетханаға барады, әжетханадағы тазалық жайлы шариғат бұған не дейді? Мысалға, бірінші фиқи кітаптарда айтады, қажетті өтегеннен кейін истинжа, жаңағы үлкен дәрет немесе кіші дәрет өтегеннен кейін барып, одан тазалануды, мысалға, фиқи кітаптарда истижмар дейді. Истижмар деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде айтады, үлкен дәреттен немесе кіші дәреттен 3 кесек сияқты нәрселермен тазалану керек дейді. Әрине сүйек немесе басқа да заттарды қолдануға болмайды. Ал енді қазіргі уақытта оның орнына арнайы қағаздар бар деген сияқты. Жалпы қағаз қолдануды шариғаттың үкімі де макрух деп санайды. Сондықтан бұл истинжа мәселесінде жаңа истижмар дедік қой, истижмар жаңа кесек немесе сол сияқты нәрселерді қолдану, одан кейін барып истинжа деген болады. Оны сумен тазалау. Ал енді осының екеуінің біреуін істеуге болады. Мысалға, ондай қазіргі қалалық жағдайларда осындай кесек қолдану немесе басқа да заттарды қолдану мүмкін емес. Сондықтан сумен қолданған абзал болады. Ал енді ол жаңағы арнайы қағазбен кептіріп алу мұстахаб болады, немесе шүрекпен кептіріп алу өте дұрыс болып саналады. Енді тағы бір маңызды мәселе жеңіл дәретті өтегеннен кейін зәр жолдарында кейбір зәрдің тамшылары қалып кету мәселесі де өте шариғатта маңызды. Сондықтан бұрынғы ата-бабаларымыз қалай жасаған, мысалға қалажай дейміз, немесе әжетханалар үйден алыс болуы, немесе дәрет алатын жаңағы мұстахаб хана деп бөледі екен. Мұстахаб хана деген іш дәрет алатын жердің арасы бір 20 метрдей болады екен. Сондықтан бұл жердегі мәселе мақсат не? Бұл жерде жаңағы зәр жолдарындағы қалып кеткен зәрдің тамшыларынан да арылу. Ал енді қазіргі жағдайда қалай жасаймыз? Қазіргі жағдайда жаңа дауыс шығару, немесе кішкене сілкіну, ал пайғамбарымыздың хадисінде айтады, жаңағы сиырдың емшегін жаңағы сауғандай кішкене сауып тастаған дұрыс болады. Содан кейін барып тұрып суменен жуып, сол дәретті ары қарай жалғастыру керек екен.